Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біз апта соңындағы жаңа сұрақтар талдайтын боламыз. Бұл біздің 48-ші видеомыз. Тест талдау бойынша осының алдында біз 47 видеоны салып қойдық YouTube арнамызға. Және де құрметті достар, тест сұрақтарын алам деушілер болса, мен сияқты басып отырып белгілеріңіз келсе, мен осы YouTube'қа описаниеге сілтемені қалдырып кеттім, осы арнайы сайтқа. Менің атымнан кірсеңіздер, сізге 2 айға доступ болады. 2 айға доступ болады жеңілдікпен. Бағасын мен WhatsApp'та айтатын боламын сіздерге. Давайте мен WhatsApp номеріме жазыңыздар. Мен сіздерге жеңілдікпен жасап беремін тест сұрақтарын. Және де ұмытпаймыз, бізде Telegram каналдағы сұрақтарымызда сатылымда болып жатыр. Бұлардың айырмашылығы, Telegramдағы сұрақтар фото және видео форматында болады. Оны басып отырып белгілемейсіздер. Тупо сіздердің міндеттеріңіз жаттау. Ал сайттағы сұрақтар өзіңіз басып отырып белгілейсіз. Ол жақта 2 ай доступ, Телеграмда шексіз доступ, және де түсіндірмелер, реверстік жолдар, реттеушін сигналдары, қиын тақырыптарды біз сояқта талдаймыз. Медициналық сұрақтарды Телеграм каналда біз талдаймыз. Оның бәрі сыйлыққа, қиын тақырыптарды талдаймыз. Оны екінші Телеграм арнамызда. Сізді 2 Телеграм арнаға кіргізетін боламыз сол жағдайда. Ал тестімізді бастайық. Айтпақшы достар, лайк басып, комментарий жазып жатқандарыңызға көп рахмет, қолдауларыңызға көп рахмет. Ал ендеше кеттік. Қазақ тілімізге ауыстырайық. Көрсетілген траекториялардың қайсысымен қызыл автомобильге қозғалуды жалғастыруға рұқсат етіледі? А, Б, В дейді бізде. Қай жауап дұрыс? Әрине бұл жағдайда А, Б, Неге В мен емес? Себебі ол жақта маршрутты көлік құралдары жүреді. Омыртқа жотасының жарақаты кезінде көрсетілген алғашқы көмек деді. Егер зардап шегуші есінен танбаған болса, онда оның басын денесімен бір деңгейде болатындай етіп ұстау қажет. Ол үшін зардап шегушінің бас жағын тізесімен тұрыңыз, құлағына қолыңызды қойып, басын ұстаңыз. Мүмкіндігінше басын айналасын және денесін оралған көрпешемен орап немесе қандай да бір затпен үнемі зардап шегушінің басын ұстаңыз. Сілекейдің ауамен қамтамасыз ету үшін басын бір бүйірге бұрыңыз. Барлық денесін көрпешемен, күртемен және валикпен орнаңыз. Зардап шегушін дұрыс қалыпқа келтіріп, омыртқа жотасын суық басу қажет. Бұл жерде А варианты дұрыс сияқты бізде. Давайте скрин жасап алыңыздар. Мен бірінші рет көріп тұрмын бұл сұрақты. Бәріміз скрин жасап алайық. Давайте достар. Келесі сұраққа кеттік. Жүргізушіге осы белгінің қолдану аймағында аялдауға рұқсат етіледі ме? Бұл бізде аялдауға тыйым салынады белгісі, сондықтан тыйым салынады, аялдауға. 4. Мотоциклді басқару кезінде тіке жүруді жалғастыруға рұқсат етіледі ме? Әрине тыйым салынған, себебі бұл механикалық көлік құралдарының барлығына тыйым салушы белгі. Барлық көлік құралдарына. Қызғылт сары немесе сары жарқылдауық маяк орнатылған көліктер күзет, жол құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындайтын. 2 мен 3 жатады. Е вариант жатпай, жедел және арнайы қызметтер деген. Онда С вариантын таңдаймыз. Жауап бізде дұрыс. Келесі сұраққа кеттік. 6. Жүргізушіге осы жағдайда кері бұрылуды орындауға рұқсат етіледі ме? Ана белгіні өткеннен кейін де тыйым салынады. Тыйым салынады общем. Себебі неге тікелей қозғалыс белгісін қолданысы одан кейінгі қиылысқа дейін қолданылады. Бұл қиылысқа тоқталып қалмайды, екінші қиылыста ғана қолданылады. Көрсетілген белгілердің қайсысы жолақтың аяқталуы деп аталады? Жолақтың аяқталуы деп аталады. Әрине бұл жерде 4-ші белгі бізде дұрыс. Мінекей, бұл жолақтың аяқталуы белгісі. Жаттап алыңыздар. 8. Жүргізушіге реверстік қозғалыстың жолағына шығуға рұқсат етіледі ме? Әрине рұқсат етіледі, себебі жасыл жанып тұр, әп-әдемі болып. Реверстік жолдар бар ма бізде Қазақстанда, құрметті достар? Қай қаладан көрдіңіздер? Қай белгі басты жолдың аяқталуы деп аталады? Басты жолдың аяқталуы ол бізде 5-ші Д варианты. Келесі сұраққа кеттік. 10. Қызыл автокөлік жүргізушісі солға жүрген кезде. Қарап алайық, трамвайдың бағдаршамы бізде трамвайға тыйым салып тұр жүруге. Өйткені трамвайда үшеуі жанып тұр үстіңгі, бірақ асты жанбай тұр. Асты жанбағандықтан трамвайға қозғалуға тыйым салып тұр. Кім бірінші өтеді? Қызыл автокөлік
Бірінші өтеді. Трамвайға жол бермей, қиылыстан өтеді. В вариант таңдаймыз. Жауап бізде дұрыс. Осыдан трамвайдың бағдаршамдарынан шатассаңыздар, құрметті достар, біз бағдаршамдар деген видеоны салдық YouTube арнаға. Соны міндетті түрде қарап шығыңыздар. Мен айтпақшы, мен Telegram арнада да түсіндіремін осындай тақырыптарды. Тереңірек. 11. Осы белгі орнатылған жолдарда артқы жүріспен қозғалыс рұқсат етіледі ме? Әрине рұқсат етіледі. Бір жақты қозғалыс белгісі артқы жүріске тыйым салмайды. 12. Жеңіл автокөліктің бір осіне әртүрлі протектор сызығы бар шиналарды орнатуға рұқсат етіледі ме? Әртүрлі протектор болмайды бізде шиналарға. Сондықтан тыйым салынған. Анықтаманы оқып алыңыздар. Протектор деген не, достар? Давайте комментарийға. Кім шарит етеді? Берілген жағдайда жүргізуші міндетті жылдамдықты азайтуға қажет болған жағдайда тоқтаусызда көлік құралдары болмаған жағдайда тоқтаусыз қозғалысқа жалғастырады. Қозғалысын жалғастырады. Так. Көлік құралдары болмаған жағдайда жылдамдықты азайтуға қажет болған жағдайда тоқтауға дейді. Тоқтаусызда тоқтауға, иә. Дұрыс жауап бізде. Шатастырып беріп қойған. Автомагистраль бойынша қозғалыс ережелері бөлімінің талаптары осы белгі орнатылған жолдарда қолданылады ма дейді. Қолданылады. Мәссаған. Ай. Қолданылатын біліп тұрмын. Бұл бізде механикалық көлік құралдарға арналған, автомобильдерге арналған жол белгісі. Қолданылады, бірақ мен қателестім. Келесі сұраққа кеттік. 15. Мұндай маневр жасауға тыйым салынған орындарда артқы жүріспен жүру мына мөлшерде айыппұл сала әкеп соғады. 5, 10 АЕК, 7 АЕК дейді. 10 АЕК. Құрметті достар, тағы да айтам. Сіздер осында АЕК штрафқа келген кезде сіздер баспен ойлануларыңыз қажет міндетті түрде. Өйткені бұл әрбір балл сіздерге теориядан тесттен өтуге шансты. Бір балдың өзі әсер етіп кетуі мүмкін. Сондықтан ойланасыздар. Мысалға, мынау маневр жасауға тыйым салынған деп тұр. Артқы жүріспен мына мөлшерде жүру айыппұл әкеп соғады. Артқы жүріспен еще маневр жасауға болмайды. Сондықтан оның штрафы көбірек болады деп ойланасыздар, мен 10 АЕКті басам. Или мынандай сұрақтар болады. Мопед жүргізушісі басына каскасын кимеді. Сондықтан оған енді бұл чепуха зат, енді кішкене болсын, аның қасында. Оның штрафы аз болады, 5 АЕК болады дейсіңдер. Солай ойланып басасыздар. Барлығы 10 ай. Күндізгі уақытта елді мекеннен тыс жерде жүріп, озып бара жатқан көлік жүргізушісінің назарын аударуға болады. Тек дыбыс сигналын беру арқылы, фараларды аз сәуледен үлкен сәулеге қысқа уақытта ауыстыру арқылы, көрсеткен сигналдарын бірге беру арқылы ғана көрсеткен әдістердің кез келгені. Бұл жағдайда көрсетілген әдістердің кез келгені. 17. Жүргізушілердің қайсы қиылыстан өту ережелерін бұзды? Мәссаған, енді оп-оңай сұрақ. Бұл жағдайда правый помех деген жүзеге асады. Оң жақтан келе жатқан көлікке жол бересіз. Көк автокөлік не істеді? Наглый етіп, бірінші өтпекші болды. Жол бергісі келмеді ақ автокөлікке. Сондықтан ереже бұзған көк автокөлік жүргізушісі. Шатасып кеттім. 18. Жүргізушіге тым төмен жылдамдықпен жүруге рұқсат етілген бе? Әрине, рұқсат етілген. Әркім өзі біледі, қандай жылдамдықпен жүргісі келеді. Тек қана ережеге бағынып отыру қажет. С варианты бізде жатады. Басқа көлік құралдарына кедергі жасамаған жағдайда ғана. Дұрыс жауап. 19. Осы жағдайда айналып өтуге рұқсат па? Рұқсат етілген бе? Әрине, рұқсат етілген. Мұны мен түсіндірмесем де білесіздер. Қиылыстарда екі жолақты жолмен жүріп келе жатып, басып озуға рұқсат етіледі ме? Екі жақты рұқсат етілген, тек реттелмейтін қиылыстарда рұқсат тыйым салынған. Реттелмейтін көше қиылыстарында басты жолмен жүріп келе жатқан кезде, егер қиылыста басты жолдың бағыты оңға солға өзгермесі рұқсат. Варианты бізде дұрыс, Сәл ойланып қалдым. 21. Көрсетілген жағдайда көк автокөлік жүргізушісі қозғалысты жалғастырады деп тұр.
Бағдаршам сигналы бізде жасыл түсті беріп тұр. Қозғалысқа рұқсат етіледі. Және ана жақта бізде солға бұрылуға және кері бұрылуға тыйым салынған белгісі орнатылған. Мына автокөлік енді не істейді? Тек қана тура жүреді. Тек тура. Абайлы. Кешіріңіздер. 22. Ақ автокөлік жүргізушісі көрсетілген жерде жолаушыларды отырғызуға рұқсат етілген бе? Әрине рұқсат етіледі. Өйткені тұруға тыйым салынған жол белгісі бізде аялдауға рұқсат береді. Біз аялдап тұрмыз бұл жағдайда. Аялдау бұл егер жолаушыларды отырғызу және түсіру немесе көлік құралын тиеу және одан түсіру қажет болған жағдайда 5 минутқа дейін не одан да көп уақытқа қозғалысты әдейі тоқтату дейді. Әдейі тоқтату деп тұр. Сәл есіне отырмын. Құрметті достар, мен бұл видеоны таңертең түсіріп отырмын. Ұйқыдан тұра сала. Сондықтан еңбекті бағалап кетіңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға барлық группаларға таратыңыздар. WhatsApp. Бұл белгі жүргізушіге не туралы ескертеді? Тау образы қиылыста жүру бағыты немесе қауіпті бұрылыс туралы, тау образы қиылыста жүру бағыттары және жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан жол учаскесін айналып өту бағыттары. Жөндеу жұмысы жүргізіліп жатқан жол учаскесін айналып өту бағыттары немесе қауіпті бұрылыс туралы дейді. Так. Қате жауап. Сәл шатасып кеттім. Жөндеу жұмысы жүргізіліп жатқан жол учаскесін айналып өту бағыттары немесе қауіпті бұрылыс дейді. Қате жауап бізде. 24. Бұл жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісіне басып озуға рұқсат етіледі ме? Рұқсат етіледі. Себебі біз басты жолда келе жатырмыз. Басты жол белгісі орнатылған. Бізде уже 3 қате ма? 2 қате. Алдыңғы видеодай 40-та 40 аламыз ба дедік. Ладно. Қай көлік құралының жүргізушісі белгілеген бағытта жүре отырып ереже бұзып жатыр? Жеңіл автокөлік себебі неге тура қозғалыс белгісі бізде оңға бұрылуға тыйым салмайды, ал солға бұрылуға тыйым салады. Қарап алыңыздар, мінекей анимацияны қосайын басынан. Оппа, автобустың бұрылғандарын қараңдаршы. Осы шын өмірде де автобус жүргізушілеріне риза болам бар ғой. Қарап отқандар бар шығар, автобус айдайтын. Прям керемет айдайды. 26. Қай көлік жүргізушісі стилі отынның аз шығынын қамтамасыз етеді? Аз шығынын дейді. Біртіндеп үдеу және біртіндеп тежеуі. Аз шығынын деп тұр. 27. Берілген жол белгісі қандай қашықтықта орнатылады? Темір жол өткеліне дейін 50-100 метрде, тікелей темір жол өткелінің алдында, темір жол өткелі шекарасының алдында дейді. Так. Темір жол өткелінің алдында, дұрыс жауап. Қандай жағдайларда жүкті тасымалдауға тыйым салынады? Құрметті достар, давайте дұрыс жауапты белгілейін, барлығы аталғандар. Неке, осын барлығы. Жаттап алыңыздар, мен оқымай-ақ қояйын. Все, жаттап алдыңыздар ғой да. Все, келесі сұраққа кеттік. 29. Бұл осы жағдайда жүргізуші кері бұрылуды орындауға рұқсат етіледі ме? Тыйым салынған. Өйткені бұл тұтас сызығын қиып өтуге тыйым салынады, белгінің. Сплошная линия. 30. Жүру бөлігі бойынша мопедтердің қозғалысы рұқсат етіледі ме? Рұқсат етіледі, тек оң жақ шеті бойынша ғана рұқсат етіледі. Кім Алматы қаласынан, құрметті достар, мопедтер қаптап кетті. Әркім нәпақасын тауып жүр осы мопедпен. Қазір Алматы қалаларында көп, өте көп. 31. Көрсетілген бағыттардың қайсысымен жеңіл автокөлік жүргізушісінің жүруіне рұқсат етіледі? Так, мана айттым, тура қозғалыс белгісі бізге оңға бұрылуға тыйым салмайды. Енді қарайық енді. В мен болады, Г мен болады, А мен бола ма? Құрметті достар. Б мен болмайды, өйткені бана жеңіл автокөлік солға бұрылып ережені бұзды. Ал автобус жүргізушісі бұзған жоқ. Оңға бұрылды, өйткені ол
Сондықтан біз В және Г кері бұрылуға да тыйым салады тура қозғалыс белгісі бізде. Көрдіңіздер ғой. Сұрақтар осылай жаттап аласыздар. Әр сұрақты бір-бірімен сәйкестендіресіздер. Сонда сіздерде кішкене болсын бір базовый білім қалыптасады. 32. Жүргізуші осы жағдайда ұзақ демалумен және түнеумен байланысты емес, тоқтап тұруды жүзеге асыра алады ма? Әрине, жүзеге асыра алады. Рұқсат етіледі. Елді мекеннің аяғына дейін қолданылады, өйткені бұл белгі бізде тоқтап тұру белгісі. 33. Белгі орнатылған жолдарда жүргізу беруге. С варианты бізде дұрыс. Қазақстан Республикасы үкіметімен бекітілген тәртіпте құзыретті органмен келісілген маршрутқа қосылған учаскелерде ғана рұқсат етіледі. 34. Жеңіл автокөлік жүргізушісі қандай бағыттарда қозғалысты жалғастыру мүмкін? Так. Тура оңға, тура және оңға, тура және солға дейді бізде. Бұл жағдайда жеңіл автокөлік қай жаққа жүре алады? Тек қана тура, өйткені реттеуші бізде оң қырымен тұр. Осындай реттеушінің сигналдарын прям әдемі қылып жаттап алғаныңыз келсе, әдемі түсіндірумен, қазір орысша мәліметтер өте көп YouTube арнада, осыны түсіндіретін, бірақ сәл қиналасыздар, оны түсінемін. Бірақ мен сіздер менің телеграмдағы сұрақтарымды алатын болсаңыздар, мен сіздерге осы реттеушінің сигналдарын четко түсіндіріп беремін телеграм арнамызда. Мен салып қойдым ол видеолардың барлығын, түсіндірмелерді барлығын. Автомагистрал жолдарында аялдау. Рұқсат етілген, тыйым салынған тұрақ орны немесе демалыс орны жол белгілеумен арнайы тұрақ. Так, С варианты бізде дұрыс. Әрі қарай талдамай қойсақ болады. 36. Автомагистрал бойынша рұқсат етілген максималды салмағы 3,5 тоннадан астам жүк автокөліктерінің қозғалысы қандай максималды жылдамдықпен жүруге рұқсат етіледі? 110, 60, 80, 90. 3,5 тоннадан астам деп тұр. Бұл жағдайда 80 сияқты. Достар, мен бұл сұрақты ұмытып тұрмын сәл. Так, жауап қате бізде. Елді мекендерден тыс автомагистралда рұқсат етілген максималды 3,5 тоннадан астам жүк автомобильдер 90 км/сағат астам жылдамдықпен қозғалуы мүмкін дейді. Қате жауап. Сәл тамам орып тұр. Бұл жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісі міндетті. Варианты бізде дұрыс. Жылдамдықты азайтуға, қажет болған жағдайда тоқтауға және балалар тобын өткізіп жіберуге. 38. Ес-түссіз тынысы бар зардап шегушінің қалай дұрыс жатқызу керек? Медициналық сұрақ. Маңызды, жаттап алыңыздар, бүйірлі қалыпта жатқызасыздар. Ес-түссіз жатқан адамда. 39. Тап тауырынмен жүру басқару қауіпсіздігіне әсер етеді ме? Теріс әсер етеді, оң әсер етеді. Теріс әсер етеді, дұрыс жауап бізде. Бұл жаңа сұрақ, құрметті достар. Давайте скрин жасап алайық барлығымыз. Микрофоным сәл қуып жатыр. Осы жағдайда жедел қызмет көлігі жол қиылысын бірінші болып өте алады ма? Әрине өте алады, өйткені ол көк түсті жарқылдық маяғы және арнайы дыбыстық сигналын қосқан кезде. Жауап дұрыс. Құрметті достар, біз бүгін 37-40 жинадық. Мен үшін өте нашар нәтиже. Көп сұрақтардан қателестім. Көп дегенде 3 сұрақтан, маңызды 3 сұрақтан, логичный сұрақтардан қателестім. Ал, құрметті достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет сіздерге. Көп рахмет каналды қолдап жатқандарыңызға. Мен сіздер үшін күн сайын видео салуға тырысамын. Прям күн сайын. Және де тест сұрақтарын алам деушілер болса, мен комментарийға WhatsApp нөмірді қалдырып кететін боламын. Құрметті достар, мен сіздерге екі вариант беріп тұрмын. Осы сайтпен айналысыздар, немесе телеграммен айналысыздар. Достар. Таңдау сіздерде. Және де қандай тақырыптардан қиналып жүрсіздер, құрметті достар. Мен сол тақырыпты YouTube арнаға салайын сіздер үшін.
егер де осындай YouTube арнада сұрақтардың арасынан қиын сұрақтар кездесіп қалсаңыздар, түсінбей жүрген сұрақтарыңыз болса, тоже WhatsApp нөмірге жазыңыздар. Мен сіздерге 24/7 көмектесуге тырысатын боламын, құрметті достар. Давайте осы видеоны барлық туысқандар группасына, достарыңызға, пара алғысы келіп жүрген жандарға барлығына таратыңыздар. Ендеше сау болыңыздар.